Құрметті оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз мультимедиа. Мультимедиа дегеніміз ақпаратты бірнеше түрде, яғни мәтін, сурет, дыбыс, бейне және анимация арқылы бірге жеткізу тәсілі. Бұл әдіс ақпаратты түсінікті әрі қызықты етіп көрсетеді. Мультимедианың негізгі элементтеріне мәтін, графика, аудио, видео және анимация жатады. Мысалы, біз видео көрген кезде бір уақытта суретті де, дыбысты да қабылдаймыз. Бұл мультимедианың қарапайым үлгісі. Мультимедиа екі түрге бөлінеді: сызықтық және интерактивті. Сызықтық мультимедиада біз тек көріп тыңдаймыз, мысалы фильмдер, ал интерактивті мультимедиада пайдаланушы өзі әрекет жасайды, мысалы компьютерлік ойындар.